Сәлем достар, бүгін сіздерге үнді елінің шытырман оқиғалы Друва фильмі жайлы баяндайтын боламын. Фильм Жангалайду есімді қарапайым шаруаның ауылға үгіт-насихат жасау үшін келген партия басшысын қуана қарсы алуымен басталады. Партия басшысы оның партияға деген қолдауын жоғары бағалап, толғағы келген әйелін перзентханаға өз көлігімен алып баруын ұсынады. Перзентханаға барар жолда әйелі босанып, Жангалайду ұлды болады. Арадан біраз жылдар өткен соң, Жангалайду ұлымен партия басшысына сыйлық беруге барып, депутаттық мандат үшін болып жатқан дауға тап болады. Ашу үстінде абайсызда партия басшысы қарсыласқан жігітті жазым етіп алады. Амалсыз жағдайда қалған ол, Жангалайдудан қылмысты өз мойнына алуды өтінеді. Есесіне оның ұлын қамтамасыз етуін айтады. Сол сәтте жасөспірім бала әкесі емес, өзі қылмысты мойындайтынын айтып, есесіне әкесін депутат етіп бекітуін сұрайды. Кейінгі көріністе бір топ полиция академиясының курсанттарының қалада бала ұрлаумен айналысатын қылмыстық топ басшысының отбасы мүшелерін кепілге алғанын көреміз. Сол арқылы олар қылмыстық топ басшысымен келісім жасап, ұрланған балаларды құтқарып алады. Полиция академиясының курсанттарының жетекшісі Друва есімді өз ісін сүйетін жас жігіт. Ол түнгі уақытта қылмыстық ұйым мүшелерін бақылай жүріп, елге Еуропадан арзан дәрі-дәрмек келуіне қарсы әрекет жасауға ақылдасып отырған елдегі фармацевтика зауыттарының басшыларының сөзін естіп қалады. Жас полиция курсанттарына бір күні олардың жасырын іс-әрекеттерін білетіндігі айтылған қоқан-лоқы жазылған хабарлама алады. Ондағы шақырылған мекен-жайға келгенде қастарына жас бойжеткен келеді. Жас қызды күтпеген олар таңданып қалады. Бұл бойжеткен кейіпкерімізде көңілі бар полиция академиясы оқытушысының қызы Ишика болатын. Кейіпкеріміз ұстазының өтініші бойынша үйдің кілтін қызына алып барып беру кезінде екеуі танысқан тұғын. Таныстығы Ишиканың да осы полиция академиясында оқуының арқасында жиі жолығу арқылы жақындай түседі. Жігітке бойжеткен көп өтпей-ақ өз сезімін білдіреді. Алайда жеке өмірден гөрі өз мамандығын артық қоятын Друва жас қыздың көңілін қайтарады. Сонда да бойжеткен кейіпкерімізден осы күнге дейін көңіл үзбей қасында табылып жүр. Жолдастарына бойжеткенді таныстырып, көшеде серуендеп жүргенде жас курсанттар бір топ қылмыскердің көшедегі ерлі-зайыптыға шабуыл жасап, әйелдің алтын алқасын алып, ал күйеуді аяусыздықпен өлтіргеніне куә болады. Олардың артынан мотоциклдерімен қуып жетіп, қоймада отырған оларды тұтқындап полиция бөліміне жеткізеді. Алайда бірнеше күннен соң белгілі саясаткерді қарсы алу шарасында олар алтын тонаушы саясаткердің қасында еркіндікте жүргенін көріп, ашуға бой алдырады. Сол кезде Друва достарына өзінің жасырын бөлмесін көрсетіп, қылмыстық зерттеулермен бөлісіп, оларға өзінің мақсаты қылмыстық жүйенің басындағы ең ірі тұлғаларды ұстау екенін айтып береді. Қылмыстық жүйенің басшыларын аңду кезінде олардың барлығын елге белгілі химик ғалым, фармацевт әрі дәрігер Сиддхарт Абхиманюдың басқаратындығын біледі. Оның ауылына барып сұрастыру кезінде Сиддхарттың жасөспірім кезінде адам өлтіруде айыпталып, қамалып шыққандығын анықтайды. Полиция академиясын аяқтап шыққан соң да достар қылмыстық жүйенің соңына түсуді жалғастырады. Олардың іс-әрекеттерін бақылай келе, 3 қазан күні Үндістанға іс-сапармен келетін еуропалық фармацевтика компаниясының басшысы Анджелина ханымға қатысты қастандық ұйымдастырылып жатқанын біледі. Бұл әрекетке қарсы тұру үшін Друва Анджелина ханыммен жолығып, қауіпті ескертеді және оны қастандықтан аман сақтап қалу жоспарын жасайды. Әуежайда Анджелина ханымды байқатпай басқа көлікке отырғызып, қонақ үйге аман-есен орналастырады. Ал негізгі көлікке Ишика отырып, негізгі көшемен бағыт алады. Сол жолда көлікке қарулы шабуыл жасалады және Друва қастандық жасаушыларды біртіндеп қолға түсіреді. Жолға болған оқиғаны баяндауға кейіпкеріміз қонақ үйге Анджелина ханымның қасына келеді. Сол кезде сатқын полиция қызметкері бөлмеге еніп, кенеттен оқ жаудырып, Друва жарақат алады. Ал Анджелина ханым мен оның қасындағы 2 полиция қызметкері сол жерде көз жұмады. Соңынан сатқын полицейдің өзі де
куәлік бермеу үшін снайпердің оғынан қаза табады. Кейіпкеріміз аурухана төсегіне таңылып жатқанда, Сидхарт оның қылмыстарын талдайтын жасырын бөлмесіне танысып, өзінің қарсыласының ақылына таңғалады және одан қорқа бастайды. Өзіне алда болатын қауіптерден сақтану үшін Сидхарт дәрігермен келісіп, кейіпкеріміздің кеудесіне дыбыс тыңдау құрылғысын орнаттырады. Осы құрылғының арқасында Ишика мен Друваның өзара әңгімесінен кезінде өзімен бірге медициналық институтта жұмыс жасаған Акшара есімді қыздың жігітінде өзіне қарсы видеоролик бар екендігін естиді. Ол видеороликте Сидхарттың медициналық қылмысы мен Акшараның өлтірілуіне тікелей қатысы барлығы көрсетілген болатын. Акшара дәрігердің жігіті мен Друва бейнеролик жазылған жады картаны белгілі бір орында алуға келіседі. Алайда Сидхарт өзінің бас кесерін ол жігіттің үйіне жіберіп, күш көрсетіп жады картаны алуды ойлайды. Кездесуге уақытында келмегендіктен жігіттің үйіне Друва өз досын жібереді. Үйдегі қарсылық кезінде жігіт картаны полицей жігітке беріп, өзі қылмыскердің қолынан қаза табады. Жад картаны қолына алған полицей жолда бара жатып, Сидхарттың көлігімен соқтығысып, оның зауыт алаңына ұстап апарылады. Бірақ та полицей жігіттен жад картасын таба алмай, оны қанша қинаса да, оның қайда жасырылғанын біле алмайды. Сондықтан оны наша ескерту арқылы мас күйге енгізіп, жол торабына тастап кетеді. Друва досын құтқаруға келгенше, ол көлік қағып қайтыс болады. Бұл оқиғалар кейіпкеріміздің көңілін түсіріп, күйзеліске тап болуына себеп болады. Өзінің жоспарларының Сидхарттың қалай білгенін түсінбей, кейіпкеріміз дал болады. Өзін тыңдайтын құрылғы бар деген күдікпен бүкіл үйді ақтарып тастайды. Бірақ та ешқандай құрылғыны таба алмайды. Сондай қиын, амалсыз жағдайда қалған кейіпкерімізге Ишика қолдау көрсетіп, сенім білдіреді. Жақын жанның қолдауынан соң Друва бар оқиғаны ой елегінен өткізіп, есту құрылғысының өз кеудесіне жасырылғанын анықтайды. Енді осы уақытқа дейін оның әлсіздігі болған осы жағдай артықшылығына айналады. Сол арқылы Сидхарт мырзаны өзінің өтірік сөздеріне сендіріп, бұл тартас айғақтарымен ұстап, әділ соттың қолына тапсырады. Сонымен қатар, одан тергеу барысында өз сыбайластары туралы деректерді алып, бүкіл қылмыстық жүйенің жолын тоқтатуға қол жеткізеді.